Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2010 жылы жарық көрген Астрал атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Ерлі зайыптылар Джош пен Рене жаңа үйге көшіп келеді. Ертесіне әйелі оянып, толық жайғасып үлгермеген олар кітаптарды сөреге қоя бастайды. Сол кезде өздерінің фотоальбомын байқап қарап отырады. Баласы Долтон кеп, менің бөлмем жаман десе, сен әлі үйреніп кетесің дейді анасы. Осы жерде әкесінің бала кездегі фотосының жоқ екенін естиміз. Сонымен таңғы астарын ішуге кіріседі. Долтоннан бөлек тағы 2 баласы барын көреміз. Әкелері жұмысқа кетіп, музыкамен айналысатын Рене әндетіп отқанда төбеде сәбиінің жылаған дауысын рациядан естиді. Яғни рацияны қызының дауысын естіп тұру үшін қойғанын түсінеміз. Қызына кеп оны тыныштандырмақ болады. Сонда тықырлаған дыбыс шығып, айналасына назар салады. Тынышталған сәбиін жатқызып, естіліп тұрған дыбыс шатырдан шығып жатыр деп ойлап, солай қарай көтеріледі. Шамды байқап, оны жағып қарайды. Сонда пеш қосылып жанады. Соның дауыс екенін түсініп төмен түседі. Содан әкелері жұмыстан оралып, бәрін жинап қойдың ба деп әйеліне сүйсініп, отбасымен сөйлеседі. Ал Долтон жоғарыда ойнап отқанда шатырға шығатын есік өздігінен ашылады. Қызық көрген ол жоғары көтеріліп, айналасына қарап, шамды жібінен тартып, жақпақ боп сатыға шығады. Қолы жетпей барынша созып, келесісін басқанда ол сынып құлайды. Құлаған бала басын ұстап тұрады. Сол кезде сықырлап оған бірдеңе келе жатқандай болады. Қарап отқан бала айғайға салады. Ата-анасы тездетіп Долтонға жетіп, не болды, құлап қалдың ба деп сұрап, неге сатыға шықтың дейді. Басындағы жарақатын көріп, енді мұнда келмеуін айтып, әкесі оны көтеріп кетеді. Әкесі ол есікті жауып тастайтынын жеткізіп, бәрі ұйқыға кетеді. Әркім өз жайында жатады. Ертесіне бәрі тұрғанда Долтонды оятып келші деп күйеуін жібереді. Долтонға тұр деп оны оятпақ болады. Балада ешқандай әсер болмай көзін ашпайды. Бірдеңе болған түсінген әкесі оны түртіп тұрғыза алмайды. Сонымен ауруханада техникалық түрде ол комада, бірақ оның миына ешқандай зақым тимеген. Көрсеткіштердің бәрі нормада деп, мұндай жағдайды кездестірмегенін таңданыспен жеткізеді. Сонымен арада 3 ай өтіп, бала өзіне келмегенін, үйінде жатқанын көреміз. Сөйтіп басы қатып, не істерін білмей отқанда рациядан шықырлаған дауыстар естіледі. Яғни қызының бөлмесінен құлағына тосып, қызының бөлмесіне қарай көз салады. Оны маған бер деп сөйлеп жатып, қазір деп айқайлап бергенде, Рене қорқып кетіп, тез төбеге шығып, шырылдап тұрған қызын алып, айналасына кім бар деп қарап, ешкімді таппайды. Кейін Джошқа бүгін Калидің бөлмесінен біртүрлі дауыстар естідім, бірақ ешкім болмады деп айтып береді. Күйеуі болса, мүмкін радио кедергілер шығар деп жатқанда есікті біреу тоқылдатады. Кім ол деп төмен түсіп, даланың жарығын жақса, ол күйіп кетеді. Кейін фонармен терезеден қарайды. Есікті ашып, кім бар екенін көрмек болып, ешкімді көрмейді. Дабылды қосып қояды. Сол уақытта қыздары жылайды. Рене қызына барғанда терезеде біреу тұрады. Қорыққан әйел Джошты шақырады. Бөлмені қарап шығып, ешкімді таппайды. Рене ол терезеде болды деп шырылдайды. Сол кезде үйдің дабылы ойнап шиқылдайды. Балаларды алып бөлмеге бар деп өзі өшіруге түспек болады. Сонда сыртқы есіктің айқара ашық екенін көріп тұрып қалады. Дабылды сөндіріп, үйге біреу кірді деп ойлап, астыңғы қабатты қарап шығу үшін аралайды. Сол кезде қайта дабыл ойнайды. Оны өшіріп, есікті жауып қояды. Осылай түсініксіз құбылыстар орын алады. Мұғалім боп істейтін Джош әйеліне хабарласып, менің жұмыстарым бар деп алдап, кеш келетінін айтып, үйіне барғысы келмейтіндей отырады. Түнде қайтып оралады. Содан баласының көрпесін реттеп жүріп, аяғының астынан қанның ізін байқайды. Ашша қолдың ізін көріп, жаман болады. Жұмыста қалуды әдетке айналдыра бастаған күйеуіне, қайдасың, үйге кел деп хабарлама қалдырыпты. Үйіне келсе, Рене есік алдында отырып, неге кеш келетін болғансың? Мұнда емес едің ғой. Қазір сен маған керексің десе, мен жұмыстарымды қарадым деп жауаптан жалтарады. Мына үй мені қорқытып жатыр. Түнде су ішуге барсам, біреу қарап тұрғандай болады деп әйелі өз қорқынышын жеткізіп, қолдың ізін көрсетеді. Сөйтіп Джош төменде диванда ұйықтайды. Терезеде әлгі қолдардың ізі пайда болғанда Рене шошып оянады. Түсі екен. Өзіне келе алмай жатқанда терезе артында біреу өтіп кетеді. Кейін кері қайта өтеді. Рене оны байқап, Джош деп қорқып сөйлейді. Терезе сырттан ары бері өтіп, шыңғырған Рененің дауысын естіген Джош тез оған жеткенде шошқан әйелі терезе артында болды деп жылап отырады. Терезе жақта қарап, ешкімді таппайды. Бұл үйде тағы бір түн өткізе алмаймын деп жан айқайын айтады. Сонымен басқа үйге көшіп, оған Джоштың анасы Лоррейн көмекке келеді. Ол кеткеннен кейін музыканы қойып, жайғастырып, қоқыстарды сыртқа шығарады. Сол кезде музыка ауысады. Терезеден бір баланың билеп жатқанын көріп, түрі өзгереді. Екінші терезеден қараса, ол жоқ болады. Тез үйге кіріп, осында болды ғой дегенде айналып қарайды.
естіледі. Артындағы есік жабылып, барам дегенде артынан бала жүгіріп өтеді. Дәл соңында оған бала қарап тұрып бөлмеге кіріп кетеді. Баланың күлген дауысы Долтонның бөлмесінен естіледі. Долтон да бөлмесіне кіріп, ешкім болмай көңілі орнына түскендей боп, шкаф астында аяқ киімді көріп, хоккей таяғын алып, ақырын жақындайды. Сөйтіп дін қызметшісімен сөйлесіп отқанда Джош жұмыстан оралып, не болып жатқанын сұрастырады. Ана үйдегі елестер осында келді деп болған жағдайды айтып береді. Бірақ Джоштың онша сеніңкіремей отқанын түсінеміз. Сонда Лоррейн оның айтқаны рас. Мен бүгін жаман түс көрдім, осы үйде болыппын деп түсін айта бастайды. Бұл үйде біреу ұйықтамай жатқанын сезіп, Долтонға кірдім дейді. Бұрышта бірдеңе тұрды. Одан кімсің, саған не керек деп сұрап едім, маған Долтон керек деп көрсетіпті. Бұл дауысты әлі де естіп тұрмын деп Джошқа қарағанда Оно здесь! Долтонның бөлмесіне жүгіріп барып, есікті аша алмайды. Әйтеуір есікті ашса, ішінің бәрі шашылып, қирағанын көреді. Долтон жерде жатады. Лоррейн Элис атты көріпкелге жүгінеді. Ол болса Спекс пен Такер атты жігіттерді тест жасап келіңдер деп жіберіпті. Сөйтіп тоқ пен электромагнитті ортаны өлшейтін құрылғыларын шығарып, үйді тексере бастайды. Ультрафиолеттің көмегімен өзгерістерді көреміз деп бөлмелерді қарайды. Сол кезде құрылғысы шықырлап, оның көрсеткіші жоғарылағанда бірдеңе бар деп ойлап, ультрафиолетпен көрмек болады. Әр түске ауыстырып тұрып бақылайды. Сонда біреудің бейнесі көрініп, қорқып кетеді. Ақырын ол жерден қашып Элисті шақыртады. Джошты көріп, үлкен бопсың деп таңғалдырады. Біз көріскенбіз ба деген Джошқа, сенің анаңмен ұзақ дос болғанбыз дейді. Содан Элис төбелерге қарап жүріп, Долтонға кеп, сәлем Долтон, сенің атанаң осында. Уайымдама деп жатып, сықырлаған дыбысты естіп төбеге қарайды. Спекс Элистің көрген нәрселерін қағазға түсіріп жүреді екен. Оған қанды бетті, ұзын тырнақты, қара қолды деп өзінің көріп тұрғанын баяндайды. Жігіт қағазға түсіре кетеді. Ол қап-қара деп айтып жатқанда, Рене не ол деп қолындағы суретті жұлып ап, төбеден қап-қара көздері қызыл бірдеңе бақылап тұрғанын көріп, тез жарықты жағып, ештеңе жоқ боп шығады. Элис Долтон комада емес, оның денесі осында, ал жаны ұшып жүр. Оғаш құбылыстардың арттарыңнан еріп жүргені, олар үйде мекен етпейді. Олардың мекені сіздердің ұлдарыңыз деп таңғалдырады. Элис астралды бейне жайлы айта бастайды. Олар физикалық денелерін тастап, астралды формада кез келген жерге саяхаттай алады деп жатқанда, Джоштың түрі бірдеңе білетіндей көрінеді. Долтон бұны түсі деп ойлап, бұрыннан қорықпай жасап келгенін, қорықпағанның арқасында ол ұзаққа кетіп адасып қалды. Тірілерге арналмаған өлілердің жерінде дейді. Жаратылыстар қалаған уақытында тірі адамның денесіне кіре алмайды, оған уақыт керек. Долтонды қайтаруға тырысып көруге болатынын, бірақ сіздердің сенімдеріңіз керек дегенде Джош Элистің айтқан сөздеріне сенбей қарсы болып үйінен шығарып салады. Джош баласына кеп, сен ешқайда кетпедің, естимісің? Естісең маған белгі бер дегенде баласының өзі салған суреті қабырғадан құлайды. Ол суретте қараңғы жерде тырнақтары ұзын бір құбыжықты салыпты. Ұйықтап жатқан өзімді көрдім, кейін ұшып кеттім деп жазғандарын оқып, Джош Элистің айтқанына сенгендей боп жылап жібереді. Долтонды қайтару үшін оны қайта шақыртады. Олар өз құрылғыларын орнатып, жарықты өшіріп, басына газ маскасы секілдіні киіп, Долтон, бізді естіп тұрсың ба? Қайдасың деп баланы шақыра бастайды. Спекс Элистің сөзін құлаққаппен естіп, соны қайталап дәптеріне түртіп отырады. Ал Такер видео түсіріп жүреді. Сол кезде құрылғылардың жарығы фотоға түсіргенде жанып өшеді. Сонымен Долтон байланысқа шығады. Бала сөйлеуден қорқып, олар естіп қойса мені ауыртады, қатты сөйлемеңіздер дейді. Спекс естімейді, менің даусыма кел деп жатқанда, Долтон олар естіп қойды дегенде, құрылғылар бірінен соң бірі жарқылдап, Долтон орында қимылдап жатады. Мені құтқарыңдар деген сөзін жазады. Долтонның дауысы жоғалып, кейін әлгі жаратылыс сөйлеп, мен сені өлтіремін деген секілді сөздерді айтады. Элис шыдай алмай дірілдеп кетіп, айқайлап байланысты үзеді. Долтонға қараса орында болмай шығады. Қастарына келген оның ұйықтап тұрғанын түсінеміз. Үстелге қолмен ұрып, бәрі шетке ұшып құлайды. Кейін бір елестер пайда болып, ата-анасына тиіседі. Элис бірден Долтонды ұстап, оның денесін босат деп жұлқылап айқайлайды. Такер шамды жағып, оны жібергенін көреміз. Бала тірі болып, бірақ әлі ұйықтап жатады. 4 камерада ештеңе көрінбейді, ал Такер түсірген камерада Долтонның арқасында тұрып, оны басқарып тұрғанын байқайды.
Сонымен Элис Джоштың анасын шақыртады. Лоррейн, мен Элисті бұрын саған көмек беру үшін шақырғанмын дейді. Сөйтсе Долтонға бұл дүние әкесінен өткен екен. Соны естіген Джош таңғалады. Лоррейн, сен кішкентай кезіңде жаман түстер көріп, түнде келетін бір кемпірден қорқамын дейтінсің. Мен оны өзім көрмегенше саған сенбеген едім деп Джоштың бала күнгі суреттерін береді. Ол жерде Джоштың артында бір елес тұрады. Әр фотода көрінген ол барған сайын балаға жақындап келгені көрінеді. Содан кейін Элиске жүгініпті. Бірақ Джоштың есінде ештеңе жоқ екен. Есті сақтау қабілетін басу мен әр жаққа көшу қабілеттігінің арқасында сенің есіңнен шықты. Бірақ түп санаң оның пайда болуынан әлі қорқады дейді Элис. Сондықтан оған кішкентай кезіндегі фотоларды көрсетпеген естиміз. Кішкентай кезінде арғы әлемге барып келген Джошты сен Долтонды құтқара алатын жалғыз өзіңсің деп оны өтуге көндіреді. Отырғызып көзін жұмғызып, шынайы өмір екінші планға өтсін. Адам өзі жылжымаса арғы әлемді біле алмайды деп Джоштың миына құяды. Ол сол әлемге өтпек болады. Көзін ашса алдында Элис отырады. Болмайды деп тұрып артына қараса өз денесінен шыққанын көріп біртүрлі болады. Элис, сен астралдасың, менің дауысым ол белгі дейді. Джош шамды алып есіктен шығады. Айналаның бәрі қара түнек, ештеңе көрінбейді. Әйтеуір шаммен жүріп кеп бір баланы көріп, Долтон деп ойлап атын атайды. Ол жүгіріп кетеді. Айналасына қарап бала күнгі өзін кездестіреді. Ол ана жақта деп үйге сілтейді. Ішке Долтон деп кіреді. Долтон! Әйелдің артынан барады. Кім бар деп көтеріледі. Сонда біреудің жылап жатқан дауысы естіледі. Есікті ашып, оған мен өз баламды іздеп жүрмін дегенде ойнаған бала басқа жақтан жүгіріп өтеді. Бөлмелерді қарап жүріп, әндетілген ысқырықты естіп, төмен түссе 3 адамды байқайды. Жақындап олардың қимылсыз отқандарын көреді. Әрқайсына қарап, соңында әйел бір рет көзін жұмады. Қорқып тез баласын шақырып іздейді. Мылтықтың оқталғанын естіп кірсе, бір қыз мылтықты ұстап отырады. Менің балам қайда деп өтініп сұрайды. Сонда астынан атылғанның дауысы естіліп, төмен түссе жаңағы қыз төмендегілерді атып тастапты. Осындай түсініксіз жағдайлар орын алып, кері шегініп жоғары қарап, алдына қараса төртеуі тұрып жымияды. Қорқып төбеге қашады. Шатыр астында қызыл есікті көріп, соған жақындағанда алдынан біреу шығып, оны қылқындыра кетеді. Онымен арпалысқанмен жеңіле береді. Мына жақта оның қиналып жатқанын көрген Элис, сен олардан күштірексің, есіңде сақта дейді. Соны естіген Джош екі қолмен итеріп ұшырады. Сөйтіп есікке кіріп, айналасының бәрінде майшамдар жанып тұрады. Сәл жүріп, жылап отқан баласын тауып жүгіріп барып құшақтасады. Баланың аяғы шынжырланған екен. Оны босатуға тырысып жатқанда әлгі беті қызыл жаратылыс өзінің ұзын тырнақтарын қайрап жатады. Бұның бәрі шынайы емес деп баласын тыныштандырмақ боп кісенді босатып болғанда Долтон ол бізді көріп тұр дейді. Джош оған қарап тұрғанда бірден қасынан пайда болып оны итеріп жібереді. Құйрығы ұзын, тұяқтары бар ол Джошқа соққы беріп құлатады. Үй дірілдеп кетеді. Долтон әке деп қашқанда жаратылыс оны күшімен тоқтатады. Джош айналып барып баласын көтеріп қашады. Элис Долтонды тапқанын сезеді. Үйден қашып шығып, қараңғыда келген жерін іздейді. Айналасында түрлі адамдардың бейнесі көрініп, оларды қоршай бастайды. Бала да Джошта қорқады. Ол қатты қиналып отырады. Үйдегі жарықтар жарылып сөнеді. Әйелі Джош, менің даусыма кел деп сөйлейді. Дауысы естіп солай қарай жүруге тырысады. Содан бірден бәрі тынышталып, Джошта қимылдамай отырады. Бір тықырлаған дыбысты естіп, екі жігіт фонарларын жағып, Спекс қорқып жүріп, айналасына қарап, не екенін білмек болады. Солай асханада ашылған тартпаны көріп, сол шығар деп оны итермек болғанда бірдеңе бар деп келгенде Долтонды тексеріп келіңдер деп жібереді. Балаға жетіп, оның ұйықтап жатқанын көреді. Элис әруақтар осы әлемге өтіп жатқанын түсінеді. Есікті бір топ әруақтар ашып кірмек болады. Спекс итеріп кіргізбейді. Ал Джоштар үйге қарай жүгіріп кеп, есікті аша алмай, артқы есіктен ішке кіреді. Долтон тез қаш, ол қуып келе жатыр деп жүгіреді. Мен артыңнан барамын деп тұрғанда Джоштың бала кезде көрген кемпірі көрінеді. Ал Долтон бөлмелерді ашып қарағанда құбыжық шығады. Қорқып басқа бөлмеге қашады. Керуеті астынан оның аяғын ұстайды. Қорыққан бала одан әйтеуір құтылып қашады. Құбыжық болса қабырғамен жүріп қуады. Джош кемпірден не керек саған деп сұрап, мен сенен қорықпаймын, мені жайма қалдыр деп айқайлап тұрады. Рене болса Джошқа бол деп шақырып тұрады. Себебі оларды қоршауға алып жатады. Мені қалдыр дегенде кемпір көрінбей, одан құтылғандай боп өз денесіне оралып, әруақтар жоғалады. Долтонның да үлгергенін түсінеміз. Барлығы қуанып құшақтасады. Заттарын жинастырып жатып, Долтонға тамақ беріп отырады. Ал Джош өзінің бала күнгі фотоларын Элиске ұстатып
жатқанда әйелдің түрі өзгереді. Фотоны салып білдірмей Джошты суретке түсіріп алып қорқып кетеді. Неге жасадыңыз деп Джош ашуланып оны қылқындыра кетеді. Ренелер неге деген дауысын естіп, Элистер жаққа келсе оның өлгенін көреді. Шошып Джош деп күйеуін іздей бастайды. Әр бөлмені қарап шығып оны таппай, Элистің фотоаппаратына алып Джоштың суретін көріп қорқып кетеді. Сөйтсе Элис суретті алғанда Джоштың қолының басқаша екенін көріп, түрі өзгеріпті. Фотоға түсіргенде Джошқа әлгі кемпір кірген екен. Рене мені іздеп жатсың ба деп Джош иығына қолын қояды. Әйелі соған қорқып қарап, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.